сенің дегенің не енді? Қосылып екі достың басы, достары қолдағасын неге жасамайсың, достықтың арқасында салдық сынға, айналды шынға, шықтық шынға. Міне осылай жоспар ашылған, бля, тек арамызда керек емес қашықтық бар, көзқарас баяғыда өзгерді. Бізді мында ешкім шақырмады, біз мында өзіміз келдік, және өзімізбен бірге жаңа хабар әкелдік. Өзара рэпті өзіңіз білетін, ал менің білерім қадам басамыз ілгері, тіпті ешқандай ниет жоқ оралатын кері. Қасындағы бала бір бәле кланнан еді, өзара жасаудамыз қолдан келерді. Арам ой жоқ жүрекке ниет, бұл рэп бумер секілді айналып кетіп өзімізбен бірге жаңа хабар келдік. Өзара рэп бір MC жақсы, екеу болған одан да күшті, бір-бірін түсінсе тіпті пиздес сақталмай тыныштық. Арамыздағы қашықтық ұқсас ұлы Қытай қабырғасы, кедергі емес сенің тербелсе болды басың. Арам ой жоқ жүректе ізгі ниет, бұл рэп бумеранг секілді айналып келіп басқа тиет. Екі бірдей дүние, рэпте бірдей сүйет, ұйқастыр ыстық, тыңдаған соң дене күйет. Жасаған соң өзара бізге керек емес бос тақырып қозғап зарлап, дем тарлап, кедергі оған түптің емес, себебі біз ойды шығардық жүрек түбінен. Мында бәрі орнымен, тыңдау үшін арналған, тыңдарманның орны кең. Бір MC жақсы, екеу болған одан да күшті, тек кішігірім AP болып шыққаны өкінішті. көзқарас баяғыда өзгерді, бізді ешкім шақырмады, біз мында арам ой жоқ жүрекке ниет, бұл рэп бумер секілді айналып кетіп өзімізбен бірге жаңа хабар келдік. Өзара рэп өзіңіз білетін, Луни не ол кетті, түсінбей қалдым. Маған бұл өнердің ұнайтын еді бұрынғы қалпы, жалпы. Ал мен солай деймін, сол үшін құлағымда альбомы жәхәумен дейдің. Тамаша, ал енді күтем кезектегін, мен де сезіп едім рэп дами төгіп жүрдім. Бірақ бұл жерде бар біргет, неге рэп күннен күнге болып барады тақпақ. Көбі ісін жасайды ақымақтың, неге айтарым көп зат үйрену керек үлкен жерден. Мен алдым бірден адам болу керек деген ой баяғыда миға кірген. Мен баяғыша 5-ші қабатта ешкімнен көмек сұрамай беріліп шабытқа, ата маған баяғыда берді батаны, сондықтан шығар жүргенім адамға тарлы. Сосын соғамын достарға, бізде мында күлуге дегенге рұқсат бар. Сосын біз ренжи бермейміз заттарға ұсақтау, сосын ұшқымыз келеді қыран құсқа ұқсап, қайтадан бастадым ақтарып бұлақтаудың ерекше атарақтаңы. Мында әлі талай шығады шумақтар, халықты шулатқан. Қазақ рэпі өлмейді, өлгісі де келмейді, біреу рэп оқиды, біреу қосады бейді. Демек пайда болады рэп өзара, осылай қозғалады сен білетін рэп салмақты. Қазақ рэпі өлмейді, өлгісі де келмейді, біреу рэп оқиды, біреу қосады дейді. Демек пайда болады рэп өзара, осылай қозғалады сен білетін рэп салмақты. Мұнда әлі айнала қараңғы, ал мен қолыма жарықты жағып аламын да, сосын жұртқа таратам рэп деген саламды. Періште жәмен деп емдейді жарамды, дәрінің дәмі ұқсап, ашы және де жұмсақ, күйші атама ұқсап, қолынан келмейтін жоқ зат. Несімне отсың үнсіз, білем кейде өзімнің тексім өзіме де көрінеді түсінік. Сіз болғыңыз келмейді жұрттан ерекше, түсі суретте артта тұрсыз темек шегіп, несіне ерелікшеніп, тар жерде шегініп, Құдай не береді соны алып, себебі сенімнің жоқ шегі. Ондай болғым келмейді, құлақта әуен үшпейді, жүрекпен бірге соғады бит. Сен бит теппесем де құлақтан, шал болсам да іштен жүремін шумақтап. Ал қазір көбінесе айтамын жұмбақтап, дәмін көрсең су ішкенде бұлақтан. Сосын рэпте мен болғым келмейді, сырттан бақылаушы, әуен жасап қыздарға ұнау үшін. Жалпы жаман емес жағдай, менің тұрақты тыңдарманымның түрін елестете алмаймын. Қазақ рэпі өлмейді, өлгісі де келмейді, біреу рэп оқиды, біреу қосады дейді. Демек пайда болады рэп өзара, осылай қозғалады сен білетін рэп салмақты. Қазақ рэпі өлмейді, өлгісі де келмейді, біреу рэп оқиды, біреу қосады дейді. Демек пайда болады рэп өзара, осылай қозғалады сен білетін рэп салмақты.
Қазалы үлкен қала болмаса да кейде миың шаршайды, шабытқа жолды ұстайды, ұшып кеткім келеді құстай. Тыныштық алтын құнымен бір салмақта, көшеде жұрттар қарайды көзбен жалтақтап. Кешкісін біреу көше, ал біреу өшет, үлкен кісілер жастық шақты еске алып ішет. Бұндай өмір ағат бүкіл әлемде, бірақ біздің Қазалы өзіме көрінеді ерекше. Тыңдағанға болсын сауап, аз-маз сұрақтарға жауап. Бұл жерде шаң болды бізге таза ауа, бұл жерде 2 айда бір рет жаңбыр жауады, түсіндің? Үлкен ағалардан естідім кеңес, өмірде ең керек заттар ол заттар емес. Деген отырғызып миыңа құят, ең қымбат ол достар, махаббат және жанұя. Өмір бәрін үйретет, ал қалғаны өз ағысымен кетет. Қазалыда туылып өскенімде жетет, Қазалыға өлең арнау мен үшін міндет. Бұл менің жерім, туып өскен, достарымен бір нан бөліскен. Неткен көрген, бізді үйреткен, жігіт болсаң көрсет іспен. Бұл менің жерім, туып өскен, достарымен бір нан бөліскен. Неткен көрген, бізді үйреткен, жігіт болсаң көрсет іспен. Мен сонау 2000-да көшіп келгенде бұл қалаға, көп заттан едім бейхабар, едім балапан, едім қаламат. Кеткім келді артқа, бірақ мені тартқан, табылды мұнда заттар. Содан бері өтті жыл 12, енді Ақтау қала мен үшін ең әдемі. Тіпті алыс бара жатсам тарыла бастайды демім, себебі мен білемін теңіздің құдіретін. Міне келген екен реті, таныса бер жаймен, қаламен, ауданмен, ауламен, балдармен. Мен бұл адамдарға мүлдем емеспін манарбек, бұларға қарапайым көмектесетін баламын тек. Кейде түсінбеймін бұл қаланы, таңда салқын, түсте кетеді дала жанып. Кешке қарай басталады шаң, боран, жаңбыр. Міне осындай құбылыстар болып жатыр күнде, сосын қозғалыс басталады түнде. Ал мен 5-ші қабаттан бақылаушы ретінде, және мені күнделікті айтылатын рэпімде осы қалаға арналады, себебі айту міндет. Бұл менің жерім, туып өскен, достарымен бір нан бөліскен. Неткен көрген, бізді үйреткен, жігіт болсаң көрсет іспен. Бұл менің жерім, туып өскен, достарымен бір нан бөліскен. Неткен көрген, бізді үйреткен, жігіт болсаң көрсет іспен. Тағдыр екі ортаны бөледі, сондықтан сен ғой тағдырға үнемі өкпелеп жүретін. Бірақ өкпелеуіңді ғой, ол да бір күні өледі. Сосын бәріміздің жақсы жаққа көз қарасымыз өзгереді. Немесе көңілге күз келеді, еңбектеніп жасаған затыңның бәрі судай төгіледі. Бұл төңіректегілер өте аз төгеді тер. Бізге сенім артады үлкен, бірақ бізге сенім жоқ мүлдем. Содан кейін міне мынандай ой келеді, біз мұнда не үшін келдік, біз соншама кім едік? Осы сұрақтарға жауап іздестіріп мен бір шама кездестірдім, адамдарды біз естімеген. Әрине өмір деген қызық екен, мен адамын өмірдің қызық жерін сызып кеткен. Бірақ менде қызық оқиғалар өте аз, бірақ мен білдім алда әлі барын жаздың. Алда әлі жаз бар, мен күткен, сен күткен, әлі шығады жазбалар, жарыққа шықпаған мүлдем. Алда әлі жаз бар, мен күткен, сен күткен, әлі шығады жазбалар, жарыққа шықпаған мүлдем.
өмір тұрмайды орнында, күнделікті өзгерістер не болады екен соңында. Тағдырдың қалауы маңдайыңа жазылғаны дейді, бірақ тағдырдың кітапшасы адамның өз қолында. Біз өмірі асығамыз іздеп жауапты, кешегі күнмен сүріп бірақ болжап болашақты. Ал бүгін не бітірдің, бүгін не істедің? Мен әлде қашан арманнан жасалған аспаннан түс дедім. Ойың мен сөзің сәйкес келсе, өмірде әрбір қалаған затыңа жетесің. Қиыншылықтарды тесіп өтесің, сені қозғалтады бір сезім. Кім болар едің жүрмегенде оны сезіп? Аяз болып жатқан қысты күні, шығар алмай үнін, жүргендей тоңып, таба алмай жүргенде кімді аңсарын. Есіңе түсір, алда әлі жаз барын. Алда әлі жаз бар, мен күткен, сен күткен. Әлі шығады жазбалар, жарыққа шықпаған мүлдем. Алда әлі жаз бар, мен күткен, сен күткен. Әлі шығады жазбалар, жарыққа шықпаған мүлдем. Негізі біздің ауыл кішкентай, бәрі бір-бірін таниды. Амандасам көрген сайын үлкен кісілермен, қал жағдайды сұрайды. Шүкір көріп жүрген жоқпыз әйтеуір мұң мен қайғы арасындағы сақалдар. Түрімді ұмытып қалып әкемнің атын сұрайды, ал мен тұрып қалып не дерімді білмей, тілім қалғандай талып. Оның атын мидан алғандай суырып алып. Олай болмау керек, бала көру керек, әкенің тәрбиесін адам қылу керек. Алса да басын кесіп, өмірге ілесіп, көрсетсе де мінезін. Тыңдарман кейбір мен білмейтін затты сен білесің. Мен әкеме қырсыққаннан өмір сүрем ау дейм, қандай жағдайда да оған ұқсамайым деп. Болғым келеді тәуелсіз, бірақ әкесіз. Тыңдарман кейбір мен білетін затты сіз түсінбейсіз. Мен оған ашулы емеспін, қате бәрі жасайды, бірақ содан бүткіл жанұя ауыр дерт асайды. Түсінбейм бар ғой, қалай әкелер өзінің туған баласын тастайды. Әттең ай, жасағандаймын қателік, өмірдің өзі осы ғана келді. Әкешім, неге сондай қабылдадың шешім? Сол күні қалдым кешігіп, сұрайым кешірім. Бар үлкен өкініш, сенің жоқтығыңа келді маған үлкен қорқыныш. Басында ойланбаппыз былай болады деп, екеуміздің арманымыз бастан асатын еді. Есімде мені келіп құшақтап, ештеңе жетпейді ау дейм өткен сол шаққа. Есімде кенжем деп еркелетіп, арамызда бар еді ғой сезім балалық әкелік. Мен де сені қуантуға тырысам, менде үлкен бар мақсат. Егер сені мартсаң, ол іске асады әке. Тек бізге қолдау болып жайлы жатсаң жетеді әке. Жоқтығыңа сен алмайым, қоятын жер таба алмайым, өзімді жей алдайым. Бірақ өмір жалғасып өз орнына қойылады, бірақ сен туралы естелік мүлдем жойылмайды. Уәде берем. Сен маған керексің, әкешім, сені сағынам, ең жақын адам, маған керексің, әкешім.
халқы, қазаны көрген халық мені тынышталдырмайды. Неге бізде мұндай хал? Бауыр қарындастарым жерді жасықсыз жасанды. Солар кетіп қалған соң өзімді сезінем тастанды. Өлімді іздейміз ұдайы, бізді құтқармайды сенің ағаштан жасалған құдайың. Жердің қап-қара мұнайы әзелді жұмыспен қамтиды, бұл шындықтан шынайы. Адамдар да жойылады, жойылғандай динозавр. Сәби қыз өмір сүреді, көшелерден жинап жәбір. Ұрпақсыздық үшін стакандағыны тауыз, түтіндерді жұтудан шаршаған емес ауыз. Бұл үшін кім жауапты? Мен емес деймін. Өмір үшін күресесем ешкімде кем емес. Киім қоғамда сәнге айналды, келеңсіз жайттар. Оған ешкім мән бермейді, ешкімге айтпа. Мен саған бір зат айтам, оны ешкімге айтпа, қалсын құпия болып. Мақұл, мақұл, мақұл. Мен саған бір зат айтам, оны ешкімге айтпа, қалсын құпия болып. Мақұл, мақұл, мақұл. Азат тұтып әлем кейді үстіне өбіш. Өгісірей бастап үміті өліп, кезекпен келді өкініш. Ол болғысы келмейді біреудің құлы, адамның жүрегінде құлып. Себебі ол Құдайдың ең сүйікті ұлы. Ешкімге айтпа, бірақ негізі сүйін емес біреудің жалғызы. Түсінде армандап қызды, көрпенің үстіне ағызды. Нух пайғамбардың кемесіне сенімдісі ғана кіреді, яғни бір әйел және бір кісі. Көзіңді аш, оян, бұл сенің түсің. Ешқандай сәні жоқ бүткіл өміріңнің үзіндісі. Бұл тізімде сен де мен де бармын, түсірмесем де біреудің арын, шығармасам да қарын. Ұмытып қалдым қай жерде мақтанып, қай жерде ұяларын, қалай пайдаланарын, Құдайдың берген дарын. Әлем тұңғиыққа батты, ешкімге айтпа, айтқанымен жұртқа қызықтырмапты. Ертең бізді тұрғызады саппен, сол кезде сұрайым, сен мені тыңдап пең, Мен саған бір зат айтам, оны ешкімге айтпа, қалсын құпия болып. Мақұл, мақұл, мақұл. Мен саған бір зат айтам, оны ешкімге айтпа, қалсын құпия болып. Мақұл, мақұл, мақұл. Жетпей тұрғандай ақылына бір жігіт өзінше мені дұрыс жолға шақырды. Ал мен қарап оның бетіне, сау бол дедім де өз жолыммен кете бердім. Өткенде еске алсам жылағым келеді, сол кезде еді бәрі керемет, бәрі кері кетті. Жүрміз керек етіп, үлкен бір көмекті, үлкен ер біледі бақыттың не екенін. Ал мен үшін анамның күлген келбеті, бақыт атты кітабымның ең бірінші беті. Бәрі болып жатыр кері, және күннен күнге жойылуда балалық шақтың әндері. Бақырып таусыл демім, көз ашық кезде байқамай қалдым ау дейм, айналаның өзгергенін. Авала кеше досым еді, бүгін болып кетті мистер, сондықтан шығар танымай өтіп кеткені. Осыны өзі қалады заман, бұл жерде болмау керек балапан, болу керек атаман. Сұрап едім атамнан, ол көзіме қарап, көзінен жас кетіп алғандай өткеннен жарақат. Ойындағын айтып, ешкімге айтпағанымды қалат, есіне алғысы келмет қайтып. Ешкімге айтпа, ешкімге айтпа. Fucking with hood. The street don't understand. Stand with the underground. Get on. Get on that.